Мемлекет басшысы отандық ғаламтор қызметтерін дамытуға байланысты тапсырма берген. Қазақтелеком акционерлік қоғамы осы тапсырмаға орай тағы бір тың жобаны сәтті жүзеге асыра бастады. Жоба аясында Шымкентте интернет дата орталығы ашылды. Бұл ғаламтор желісін пайдаланушыларға бірнеше сервис түрлерін ұсынумен бірге ақпараттық инфрақұрылымды жақсартуға мүмкіндік береді. Келешекте еліміздің 7 облысында осындай орталықтар ашу жоспарланып отыр. Интернет дата орталығының іске қосылуы ақпараттық технологияны пайдаланушылар үшін тың мүмкіндіктер ашып берді. Енді тұтынушылар электронды пошта қызметін тегін пайдаланумен бірге сервер орталығында өздерінің жеке веб-сайттарын аша алады. Ең бастысы, олар өз серверлерін дата орталығына орналастыру мүмкіндігіне ие болып отыр. Бұл сервердегі ақпараттың сақталуына, оның тұрақты жұмыс істеуіне және қауіпсіздігіне кепіл болады. Біріншіден ол энергияның көзінің өшпеуі. Екіншіден климатехниканың тұрақты істеп тұруы 22-23 градус температура уақытта ұстап отырады. Үшіншіден бұл орталыққа кез келген адам кіре алмайды. Бүгінде елімізде ақпараттандыру ісі қарқын алып келеді. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, бұған дейін еліміздегі ғаламторды пайдаланушылардың дені өздеріне қажетті мәліметтерді шетелдік серверлерден алып келген болса, қазір керісінше ақпарат алмасудың 65%-ы отандық интернет дата орталықтарының үлесіне тиіп отыр. Қолға алынған тың жоба сондай-ақ ақпараттық жабдықтарды жеткізу, орналастыру және жеке инфрақұрылымды жасақтауға мүмкіндік берді. Интернет дата орталығының іске қосылуы бұл саладағы инфрақұрылымды жасақтауға негіз болды. Бұл еліміз бойынша оның қызмет көрсету аясын кеңейтуге мүмкіндік береді. Яғни түрлі мекемелер мен құрылымдар өздерінің ақпараттық базасын осында орнату арқылы көпшілікке ешбір қиындықсыз қызмет көрсете береді. Бүгінде еліміз бойынша 5 интернет дата орталығы жұмыс істейді. Онда 500 бірліктен астам жабдық орналастырылған. Орталықтар 1200-ден көп тұтынушыға қызмет көрсетеді. Келешекте мұндай орталықтар еліміздің барлық ірі қалаларында ашылмақ. Оңтүстік Қазақстаннан Ғани Қалмаханов, Руслан Рүстемов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.